маркетингін айтайын, осы ақшаларды қалай бағындырамыз, шетелге қалай барамыз, автокөлікті қалай аламыз, қандай бонустары бар, соны мен сіздерге айтайын. Мен микрофонсыз айтсам да естілетін шығар, естілмей қала ма? Естілмей қалады екен, қараңыздар. Көбінесе өзіміздің корпорацияның атында дұрыс айтайық. Біреулер айтады Green Life дейді. Green Life деген ол зеленый жизнь деген сөз екен. Біздікі Green Leaf. Leaf деген зеленый лист деген. Вообще корпорацияның аты жасыл жапырақ. Енді білесіздер ғой, жасыл жапырақ тал не береді? Өзінен керемет көгеріп, өсіп, өніп, таза ауаны бөледі ғой. Енді бұның атын солай өздері корпорация президенті қойған. Компаниямыздың аты, сәл тынышталамыз, енді барлығыңыз тыныш отырып тыңдасаңыздар, тез ұғып аласыздар. Green Leaf деп аталады. Green Leaf, яғни жасыл жапырақ. Бұл корпорация негізі 1998 жылы құрылған. Қытайдың Сузhou деген провинциясында президентіміз 1998 жылы осыны құрады. Енді бұл негізі ертең біз Шанхайды тағы шығармам, соңында шығарам. Шанхайда завод бар жерге ертең үлкен осындай жиынға барамыз. Сол барғанда бізді екі топқа отырғызады. Дәл осылай. Мына жақта біздің компанияның басқа компаниялардан ерекшелігі, жаңа Айгүл ханым айтып кетті, традиционный бизнеспен байланысты. Қандай компанияны көрдіңіздер? Цептер, Мерекей, Арифлейм барлығында үлкен магазиндер ашу жоқ қой. Бәрі өздерінің нелерін алып отырады. Ал Greenleaf'тің қазір дүкені қанша? Шымкенттің өзінде. Өте көбейдік үлкен. Яғни, вообще компания өзі екі түрлі салада жұмыс жасайды. Ол дамыған елдерде, мына завод болса, мына заводтан прямой продажа дилерлермен жұмыс жасайды. Дамыған елдерде сразу заводтан продукцияны алады да, мына экомаркет ашады. Сол кезде сразу мынаған өзінің соотношение процентін беріп табыстап отырады. Яғни ішкі Қытайда, біздің СНГ-дан басқа бүкіл мировой рынокта корпорация дилерлермен жұмыс жасайды. Шанхайға барғанда мына қатарда дилерлер отырады, оларды шығарады. Пәленшенің 500 мың магазині бар дейді әлемде. Мына Пәленшеевтің 1000 магазині бар, мынаның 200 магазині бар, оның пәленбай обороты бар, миллионер деп мына жаққа ол кісілер шығарады. Мына жаққа біз отырамыз, сет арқылы тарқатқандар, СНГ-лар. Оларды уже бір жұлдызды директор, менеджер, старший менеджер деп шығарады. Жылда мен уже 3-ші рет бардым ғой, үлкен жиналысына. Барлық уақытта бәрімізге бірдей дилерді де шақырып қояды, бізді отырғызады. Сондықтан біздің корпорацияның басқа сетевойлардан ерекшелігі традиционный бизнеспен байланысты. Енді дәл солай 2019 жылы бізге СНГ-ға, Россияға келеді қытайлар. Ойлайды, мына басқа елдерде прямой продажа ғой, дәл солай сатамыз деп продукцияны алып келіп, үлкен складты ашып тастап отырады. Бірақ біздің ел, мыналар 6 ай отырады, заттары өтпейді. Greenleaf'тің товары өтпейді. Неге? Реклама жоқ қой. Бәрі сыртында қытайша жазып отыр. 6 айдан кейін бұлар жауып кетеміз деп атқан кезде Виталий Бугров деген бар, оны көресіздер. Сол басқа бір Қытайдың компаниясында, ана есік жабылмай жатыр, Нұреке, сол Қытайдың компаниясына жұмыс істейтін сетевик жігіт келеді, айтады, біздің продукцияларды көріп, мына мықты корпорация ғой. Каждый продукциясы МВДен де күшті екен. Еще арзан екен. Біздің елге дейді, біздің магазиндерге бұны алып, ешкім қойса, ешкім алмайды дейді. Біздің ел әлі дамыған елдер қатарына жатпаймыз ғой. Дамыған елдер қатарына жатпағандықтан дейді, бізге бұнан реклама жасау керек. Бұған сетевой элементтер қосу керек дейді. Сөйтіп 2019 жылы ең алғашқы сетевиктер, жаңағы Оразкүл Парханова, Виталий Бугров, Вячеслав, Татьяна Толчинова деген әр компанияда сеттестеп жүрген кісілер келіп, бізге мынаған сетевой маркетингтің элементтерін құрады ғой. Сөйтіп қалай сет арқылы адамдарға біз реклама жасап, суға, шайға, порошогымызды көрсетеміз ғой.
мынаның құрамында химия бар, мынаның құрамында химия жоқ деп, сондай көрсетіп реклама жасасақ дейді, сіздің мына складтағы өніміңіз бір айда жоқ болып кетеді дейді. Сөйтіп реклама жасау арқылы 2019-да СНГ-ға келіп, ең алғашқы біздің бизнеске Россия тіркеледі. Россияға барсаңыздар, Москваға, өздеріңіз көресіздер, отельде де, одан кейін жаңағы ресторан қай жерлеріне кірсеңіздер, қазаққа ұқсайтын қыздар жүреді, жігіттер қазақ екен деп қаласың. Қырғыздар көп жұмыс жасайды Москвада. Россия кіреді, ол кісілердің артына Қырғызстан кіреді. Қырғызстанның артына Өзбекстан кіреді. Бұл елде уже биыл 7 жылдығы тойланады. 7 жыл болып жатыр. Былтыр 6 жылдығы болды. 7 жылдан бері осы елдерге кіреп, осылар енді бізге Қазақстанға қашан келді? Осы Өзбекстанның астына 2023 жылы 3 сентябрьде президент келіп, официально Астана қаласында ашылды. Ал енді мен сонда осы бизнеске әлі официально бағана видеороликте көрсетеді, товар жоқ қой, көрсетеді. Сіздер қазір бақыттысыздар. Магазинде товар толып тұр. Біреу әкеп түсіндірем десеңіздер, магазинге кіргізіп жіберсеңіздер, қаншама товардың түрі бар. Товар жоқ қолымда, Гүлшехра ханымнан сатып алған бір дақ кетіретін бар, электролизная вода, бір Марвица брендтің капрон колготкасы, сот крем, тағы не бар еді, 4 зат бар қолымда. Осы 4 затты қыздармен, порошок реклама жасаймын. Адамдарға беретін зат жоқ, магазин жоқ, просто реклама жасап жүрмін. Сөйтіп жүріп, енді бәрі шулайды, Гүлбағира ханым, ең болмаса біз біреуге барып айтайық десе көрсететін, сіздің қолыңыздағы зат та жоқ қой бізде, не істеймін? Не істеймін мен? Өзбекстанға звондап, мына кісілерге айтам, сіздерде бар ашылып қойған ғой, сіздерге барсам бола ма? Болады. Үйде жолдасым айтты, мен Өзбекстандан бар товар алып келейін, бізде официально жоқ, адамдарым жұмыс істейтін товар жоқ десем, бұл кісі заңдас деген заңның бәрін біледі. Сен құрып кетесің, мен сені Өзбекстаннан таппай қалам, контрабандист боласың. Жайыңа тыныш жүр, барма деп ұрсады. Мақұл деп кетіп, келсем, мына жақта командам жылап отырады. Жұмыс қызып жатыр, товар жоқ. Мен айтам, мен азанда кетем, кешке келем, қаяқтан біліп жатыр, қаяқ кеткенімді. Аламдағы Ташкентке кетем ғой, Өзбекстанға бұрын бармағам. Загранпаспортты алып, бірінші рет Өзбекстанға барып, адресінен адасып жүріп, әйтеуір жаңағыдай бір сервис центр тауып алдым, әркімге жазып жүріп. Барсам, товар толып тұр, қызығасың. Біздің магазиндер сияқты ғой. Ішінен көзім тоймайды ғой. Қалдамда бар ақшаға коробкалеп зат алып. Мен айтам, енді сіздер өткізіп берсеңіздер, десем айтады, жоқ, біз өткізіп бермейміз, өздерің өткізіп алыңдар дейді, өзбектер айтады. Содан неге таможняға келдім, таможняға келгеннен кейін қайтып өткізем бұны деймін. Сөйтсем, ташкы таситындар бүйтеді, бізге ақша беріңіз, біз өткізіп береміз дейді. Мен айтам, мен жоқпын, короче, мен әшейін өтем, сендер алып өтесіңдер деп, олар мақұл деп коробкаға келісеміз, еще таможняға беретін ақшаға келісеміз. Сөйтіп 2-3 рет аман-есен өтіп жүрдім. Олар өткізеді, мен дым болмағандай өтем ана жерден. Ар жаққа шығарып береді, сразу машинаға саламда келсем, есті осы алғашқы бастаған партнерларым білет, товарыма очередьке тұрады ғой. Сонда олар өздерінің қолдануына емес, адамдарға көрсетуге, рекламаға мына қыздар товар керек қой бізге. Жоқ қой, бір 5 минутта коробкам жоқ болып кетеді ғой. Сөйтіп жұмыс істеп жүрдік, товар жоқ, кейс деген жоқ. Мен январда тіркелген адамын, май болып жатыр, 5 ай. Ол аралықта неше түрлі адамдар үстімнен арыз жазып, ақшамызды алды, кейсі жоқ, бұл біз мошенниктер, андай, мұндай болады ғой өмір болғасын. Сондай нәрселердің бәр бастан өтті. Мен айтам, сәл шыдайықшы, келет бізге деп жүрдім да. Сол арада қаншама адам кетіп те қалды, қаншама адам ақшасын өз қалтамнан қайтарып бердім. Тыныштық керек, кететін адам тыныш кетсін, бәле қумай деп. Сондай уақыттар өтті да, содан сентябрьде президент Астанаға келіп, бізге заңды құжатпенен үлкен логистика, қазір білесіздер, Астанада керемет, мегацентрдің қасында 4 этажды алып, официальный өзіміздің офисіміз бар. Қаншама қызметкерлерді қойып, логистиканы, складты қойып, міне бізге заңды келді. Осы заңды келді. Сонда биыл
2 жылдан енді асып жатыр ғой сонда. Сентябрьде 3 жыл болады корпорацияның келгені. Енді осы біздің Greenleaf Қытайдікі болғанмен қанша елдің брендін сатамыз? 6. Біріншісі Италия, Италияның заттары ол Marvizza бренд. Айттым, киімдер, очкилар, антибликовый күннің очки. Осы жерде Marvizzаның очкиін тағып атқан кісілер бар ма? Міне бәрі, міне Marvizza бренд. Көздеріңізді бөлінетін ультрафиолетовый лучтардан сақтайды. Одан кейін бізде екінші қандай бренд сатамыз? Япония. Карич. Карич деген сыртында жазу бар брендтің бәрі японский бренд. Японияға барған кісілер айтады, Японияда дейді да, не жоқ дейді, аптека жоқ дейді. Олар химиялық затты вообще қолданбайды екен. Тек қана таза экологический заттар. Яғни японский карич деп келетін памперс, прокладка, зубный паста, шампунь барлығы японский технология. Үшіншісі бізде не бар? Германия. Нильрич. Бадылар, жүрек қан тамырларына сыртында Нильрич деп жазуы бар. Бүкіл продукция немістердің технологиясымен жасалған. Бесінші бізде Франция бар. Франция в основном немен? Парфюмменен, декоративный косметика. Бесінші бізде не бар? Ішкі Қытай iLife бар. Кәдімгі iLife деп сыртында жазуы бар. Сот крем, ыдыс жуатын, кір жуатының барлығы ішкі Қытай. Тағы да 6-шы бізде Сиалюкс Швейцария бар. Швейцарияның бізде посудалары бар, цептр сияқты өте качественный, және косметикалар бар. Осындай 6 брендпенен Greenleaf корпорациясы бізге осылардың бүкіл заттарын шығарып береді. Осыған қалай тіркелеміз енді, қараңыздар. Біріншісі, ең жоғары статус бізде қандай? Корона. Коронаға кірсеңіздер қанша ақша саламыз? 1.128.000 теңге. 1.128.000 теңге салсаңыздар, корпорация 4 есе көбейтіп, кабинеттеріңізге бағанағыдай 4 миллион купонный ваучер сап қояды. Сразу 4 миллион теңге ақша тұрады. 4 миллионға дейінгі затты компанияның бағасымен 50% алатын мүмкіндікке еге боласыздар. Адамдарға реклама жасасаңыздар, бинардан 15% сіздерге ақша түседі. Енді бұл международный бизнес. Мұна әр елдің тілі, діні, ақшасы әртүрлі ғой. Сондықтан бәрімізге ортақ ақша корпорацияда PV. Бір PV $1 тең 460 теңгемен есептейді. Енді осы коронаға кірген кісілерге корпорация внутренний валюта 1650 PV береді. Түсінікті ғой, иә? Мына компанияның ақшасы, мына біздің қазақша теңге деген сөз ғой. Міне. Екінші, бағана көрсетті, бриллиант деген статус бар. Бриллиант деген статус ол 564 мың теңгеге кіресіздер, 4 есе көбейтіп, шоттарыңызға 2 миллион бір, тиындары бар, мен жазып тұрған жоқпын. 2 миллионға дейінгі затты салат, 50% заводтың бағасымен алып, 12% шақырған адамдарыңыздан ақша түседі. Өздеріңізге корпорация 825 PV береді. Үшіншісі платина, жалпы қарапайым халықтың кіріп атқан 188 мыңдық пакет. Корпорация 4 есе көбейтіп, кабинеттеріңізге 678 мың теңге ақша сап қояды. 678 мыңға дейінгі товарды 50% алып, адамдарға айтсаңыздар 10% ақша түседі, өздеріңізге 275 PV береді. Вообще компанияда бизнес пакет 6. Мына 6 пакет бар. 3 пакет бұл бизнес пакет. Бұл пакетке кірген кісілер адам тіркесе ақша алады, шетелге барады, автокөлік алады, бәрін істей алады. Бұдан бөлек 50 мыңдық, 100 мыңдық, 150 мыңдық пакеттер бар. Олар потребительский пакеттер. Қолданып, азғантай ғана суммаға товар ала аласыздар, бірақ қайтадан бизнес ол кісілерге бұл мүмкіндіктер жоқ. Бонустар, шетелге бару деген жоқ, тек өздері қолданушылар. Ал енді мынандай пакетке, бизнеске бару үшін 50 мыңға кірген кісі қайтадан 188 мың теңге салады. Түсінікті ғой, сол үшін в основном біз бизнеске келген адамдарға тек қана осы бизнес пакетті айтамыз. Енді осыған кіріп алдыңыздар. Корпорация не береді бұған?
ID номер береді сіздерге. Бэк офис ашылады. Екінші стартовый набор береді. Салған ақшаларыңызға зат береді. Косметика, ыдыс, кір жуатын. Үшіншісі, компания экомаркет ашуға франшиза береді. Егер сіздер оның өзінің шартын орындасаңыздар, бұның өзінің шарты бар. Төртінші, корпорация сіздерге электронный ақша сап қойды, ваучер, мынау. Мына ақшаны қалай қолданасыздар? Міне 188 сасаңыздар 564 немесе 678 мың теңге. Ол 50%-бен. Міне кейс алып алдыңыздар. Кейстен басқа үйге ыдыс жуатын керек, кір жуатын керек, труба тазалайтын керек, тряпка керек, швабра керек. 30 мыңға зат алып атсаңыздар, соны қаншамен аласыздар? 50%-бен 15 мыңға аласыздар. Бірақ компанияда кабинеттеріңізді ашып қарасаңыздар, товары деп тұрады. Товары деген жерде PV товары, купон товары деп біздің товарлар екіге бөлінеді. Купон товары деген 0,1 балдан 0,9 балға дейінгі заттар. PV товары деген 1 балдан 100 балға дейінгі заттар. Мысалға, күнде қолданатын зубный паста, ыдыс, кір жуатын барлығы купон товарлар. 0,2 PV, 0,5 PV-лар. Ал баллы товарлар, ол кәдімгі косметика, БАДы, кейбір гель для душа, каричтерде баллы товарлар. Сондықтан осының ішінде именно купон товарлар қысқарады мына сумадан. Мына сумадан PV емес купондар қысқарып отырады. Бесіншісі наследство. Ал. Ол PV товардан түседі. PV товардан түседі. PV товардан өздеріңізге 10% әр айдың 10 күні обратно бонус түседі. PV-дан купон товарлар мына внутренний ақшалардан қысқарып отырады. Түсінікті ғой, ә? Міне, бесіншісі жаңа наследство. Наследство деген менеджер статусына шыққан кездеріңізде 3% СНГ-дің товарооборотынан әр ай сайын пенсияға ілігесіздер, сол ұрпақтарыңызға қалады. Бізде ата-әжелеріміз пенсияға шығып, қайтыс болған күн пенсия тоқтап қалады ғой. Бұл корпорацияда жаңағыдай ұрпақтарыңызға беріледі. Мен жаңағы қыздардың айтып атқан, мен партнерім, Қамар деген келіншек, жақсы келіншек еді, енді мен қазір жаңа естіп жатырмын ғой, уже нашарлап жатыр деп. Сол мысалға істеген табысы, ай сайын алып отыратын нәрселері баласына аударып қояма, қыз алып отыра береді, алғаты жалғастырып кетеді. Міне. Осындай мүмкіндіктер береді. Ең табыс көзі, ақша қалай түседі бізге? 3 табыс көзін біз күнде аламыз. Біріншісі бинар. Бинар деген 2 адам жазасыздар, е? Екіншісі уровень. Уровень деген 2 адам жазсаңыздар теңеседі. Үшіншісі реферальный бонус деп аталады. Осы үшеуін біз күнде аламыз. Бүгін мысалыға жаңадан келіп отқан кім бар? Аттарыңызды айтыңыздаршы біреуіңіз. Айгерім ханым келді. 188 мың теңгеге кірді делік, ең төменгі VIP пакетке. 188 мыңға кірген адам не істеу керек? Бинар деген 2 адам шақырады. Мына жаққа мен сияқты бір Гүлбағира келсін. Мына жаққа мен спонсорым сияқты бір Айман келсін. Гүлбағира мен Айман келсе, Айгерім демалып жата берсең болады. Айгерім кім? Қараңыз, енді мен 188-ге кірдім, маған памперс ұнады, Айманға бір косметика ұнады, екеуміз кірдік. 2 қыз келді, мына 188 теңге, ал корпорацияның ақшасы 275 PV ғой, дұрыс па? 275 PV беріп тұр. Баған айтады мына жерде, 188 мыңға өзің тіркелсең, міне, адам шақырсаң 10% берем дейді. 275 PV-дан 10% берем дейді. Яғни корпорация бұлай есептейді. Мына 188 мың, 275 PV-ді калькуляторларыңыз бар ма? Есептеңіздер. Миды кішкене жұмыс етсеңіздер, 10%-ке көбейтіңіздер. Ақшаның қаяқтан түсетін біліңіздер. 275 PV-ді 10%-ке көбейтіңіздер. Минус 5% логистика мен налогында алып қалады компания. Қанша сума шыққан жерде? Жоқ. 26-да 125. Осыны курс, бұл PV ғой.
Курс долларға 460 теңгеге көбейтеміз. Сол кезде 12.017 теңге түседі. Сонда мына екі қыз Айгерімнің артына тіркелгені үшін бинар дейді, екі адам, би деген сөз, два деген сөз. 12.017 теңге ақша түсті. Екі жағына Айгерімнің оң жақ, сол жағына екі адам кеп тіркелсе, уровень жабылады. Деңгей дейді. Деңгей жабылады, оған корпорация 38.400 теңге береді. Айгерім Гүлбағираны да шақырды, Айманды да шақырды. Екеуі де өзінің шақырған личниктері. Гүлбағираны шақырған үшін 6.000 теңге береді, оны былай есептейді. 275 PB-ді көбейтеді 5%-ке, минус 5%-ды алып тастағанда 6.008 теңге бір адамнан түседі. Сонда Гүлбағирадан 6.000, Айман ханымнан 6.000, Айгерімге тағы да 12.016 теңге ақша түседі. Ал енді бүгін 188.000 теңгені ойланып кірген Айгерім Гүлбағира мен Айман кеп өз үшін кірді. Мен де өзім үшін кірдім, Айман да өз үшін кірді. Қараңыздар, ертесіне қанша ақша алады мына кісі? Мына үшеуін қоссаңыздар, бүгінгі салған ақшасының 62.400 теңге ақша наличка қайтадан қалтасына қайтады. Күшті ма? Екі адам кірді, 62.000 алдыңыздар. Енді Айгерім не істейді? Гүлбағира мен Айманды шайға шақырады 60.000 алған күні. Қыздар, алғашқы ақшамды жуайын, рахмет, мені артымдан маған сеніп келдіңдер. Кейде бұл бизнеске адамға адам келеді. Маркетингте түсінбеу мүмкін, продукцияны да білмеу мүмкін. Но бірақ өзінің сенімді адамы шақырып тұрса, мысалға менің сіңілім, жазылдың ба, мен жазылсашы дейді. Көрмейді да, естімейді да, білмейді да. Ол не істеп тұр? Маған сеніп тұр. Дұрыс па? Сіздерге де сондай, әшейін сіздің қасиетіңізге, сіздің адамгершілік қатынасыңызға сеніп келетін адамдар болады. Сөйтіп екі адам келді. Айгерім бүгінгі салған 188.000-ның 62.000 теңгесін өзіне қайтарып шығарып алды. Енді осы шайға шақырып жуады. Жуған кезде не істейді Айгерім? Көрдіңдер ма, Гүлбағира? Екі адам әкеліп, маған ақшам қайтты. Ертең сіздің де таныстарыңыз бар шығар, қыздар, давай екі адам әкелейік дейді. Гүлбағира екі адам әкелді, бірақ оның біреуі жазылды. Нараға Әсел жазылды. Айман бір адам әкелді, ол жаққа мысалға Ермек жазылды. Қараңыз, жазылды. Айгерім Әсел мен Ермек танымайды ол. Ол тек Гүлбағира мен Айманды таниды. Бірақ Айгерімнің артында екі адам бар ма? Бинар бар ма Айгерім артында? Автоматически Айгерімге қанша түседі? Үйінде отырса да, біз әкелген адамдардан 12.000 теңге түседі. Екі жаққа екі адам кеп системаға түссе, уровень автомат жабылады. Бұл Гүлбағираныкі ма, Айгерімдікіне қарамайды, система жабылады. Яғни бұл кісіге 38.000 теңге түсе ма? Түседі. Үйде отырып Айгерім мен қойған, Әсел мен Айман қойған Ермектен қанша ақша алады? 50.400 теңге алады. Осы сіз танымайтын, артыңызда келіп атқан, түсіп атқан екі адамнан корпорация шексіз береді ғой 50.000-ды. Қараңыздар, Айгерім қанша ақшасы қайтты? Иә, екінші бинардағы 50.000-ды Айгерімге түсті. 112.000 теңге ақшасы қайтты Айгерімнің. Айгерім үйде жатыр, 50.000 алып атса, ертең Айгерім жүгіріп келеді офисқа. Ойбай, мен ешкім шақырған жоқпын. Сіздер әкелдіңіздер, маған 50.000 теңге түсті. Мен не істейін деп. Одан кейін Айгерім не істейді? Екі адамнан басқа, Айгерімнің адамы көп қой, үшінші бір туысқанын айтады. Сөйтеді да мына жерге Мақпалды шақырады. Айгерім өзінің үшінші адамын, Гүлбағира Айгерімдікі, Айман Айгерімдікі, үшінші адамды өзі басқа жаққа қоя алмайды. Осы или Әселдің астына, или Ермектің астына қояды. Бірақ бұл өзінің адам болғандықтан рефералканы бұл Айгерім өзі алады. Сонда мына жерге Айгерім бір адам қойды, мына жерге Ермектің астына Айман тағы бір адам қойып қойды дер. Қызын ба біреуді. Тағы да Айгерімге қанша ақша түсетін арада? 12.000 теңге бар, екі адамы бар. Бинар жабылып тұр, 38.000 түсіп тұр. Бір адам өзінікі тағы 6.000 қосып алады да. Егер осы жерге Айгерім екеуін де қойса, онда 62.000 алар еді.
Біреуін қойған үшін 56.400 теңге түсіп тұр. Егер екеуін де өзі қоймай, мына жерге мен Гүлбағира қойып қойсам, бәрібір Айгерімге 50.000 теңге түсе береді. Күшті ма? Сонда Айгерім корпорацияға салған ақшасы қайтты ма? Жоқ, мейлі ғой. 6 адамнан корпорацияға салған ақшаларыңыз қайтып тұр. Оның ішінде екеуі-ақ танысы. Қалған адамдар таныс емес. Енді қараңыздар, сәл қастарыңызда отырған адамдарға жақсылық тілеп, орындарыңыздан бір тұрып жеріңіздер. Араларыңызда ұйқыны қысып баратқандар бар. Бір-бірімізге құттықтап қояйық, бір-бірімізді рахмет деп, осы кездескендеріңізге құшақтаңыздар. Шүкір тоба осындай күнге жеткізген, осындай корпорацияда бірге бір-біріңізді көргендеріңізге. Өздеріңізге қол шапалақтаңыздар. Алланың сіздерді осындай әдемі қылып жаратқаны үшін қол шапалақтап шүкір етіңіздер. Әрбір арайлап атқан таңға аман есен оянып, мына жер дүниені табандарыңызбен аман есен басып жүрген үшін адам шүкірлік ету керек. Дұрыс па? Қаншама адам жүретін аяғы жоқ, созатын қолы жоқ, дұрыс па? Көретін көзі жоқ, еститін құлағы жоқ, қаншама адам бар. Солардың қасында сіздер бақыттысыздар ғой. Алла сіздерге 12 мүшені шауып берді ғой. Сондықтан шүкірлік етіп, әрбір күнімізге біз өте бақытты адамдармыз. Осындай аман есен керемет жерге келіп, керемет ең сервисі дамыған бүкіл әлемді Турцияны барлығы Турцияға келіп демалғысы келеді. Неге? Бұл жерде сервис мықты, молшылық, тамағы күшті, жақсы жерге келіп тұрсыздар. Сондай мол, бай, қуатты болыңыздар. Сондай нәтижеге сіздерді әкелетін мына табыстарға шүкірлік етіңіздер. Осының бәрі менде бар деп өздеріңіз қуанып отырыңыздар. Сәл ұйқыларыңыздан оянсын деп тұрғызбатын. Қараңыздар, сонда корпорацияда салған ақшаларыңыз 6 адамнан қайтады екен. 6 адамнан қайтады. Одан кейінгінің барлығы сіздерге двойной табыс. Мына жерде Гүлбағира отырмайды ғой, Айгерім алсын деп. Гүлбағира өз үшін келді. Айгерімге айтам, Айгерім саған рахмет, маған күшті корпорацияға келдің. Мен өзімнің планымды қоям да, өзімнің 2 аяғымды жұмыс істей бастаймын. Мен 2-ші адамды қоям, Айман да өзінің 2-ші адамын қояды. Қараңыздар, мен бір адам, Айман тағы ішкі аяқтарды қойсақ, бағана біз бір адам қойғанда 50.000 алды ғой Айгерім. Егер біз ішке тағы адамдар әкеп қойсақ, плюс тағы бір бинар қосылып, Айгерім қанша алады? 62.400 алады. Мына 4-еуін де танымайды Айгерім, бірақ 2 бинар болып кететін арада. 1 бинар, 2 бинар. Енді 3-ші балаң, немерең, шөберең сияқты команда көбейе береді ғой. Әр келген партнерларыңызды тіркеп тастап кетпеңіздер. Әр келген партнерға 2 адам әкелуге бола ма? Әр келген партнерға 2 адамды әкеп астына тіркеуге шамалы көмектесіп жеріңіздер, кетеді команда. Әшейін тіркеп алып, тіркеген кезде түскен ақшаны алып қоя салмаңыздар. Ол адамдарға айтыңыздар. Давай, 2 адам жазғанша, оған ақшасы қайтқанша көмектесіңіздер, ол адамды кейін сіз тоқтата алмайсыз. Потому что ол табысты көреді, ақшаны көреді. Мына 3-ші линияда қараңыздар. 1 бинар, 2 бинар, 3 бинар. Айгерім астында қанша бинар кетті? 4 бинар кетті. Яғни корпорация қалай есептейді? Мына 12.000 теңгені 4-ке көбейтеді. Сөйтеді тағы 48.000 теңге бинардан, 38.400 теңге линиядан, және Айгерімнің осы жерде личниктерін санайды. Бізде айтып жатыр, шетелге барам десеңіздер, 10 личнигіңіз болсын дейді. 1 личник, 2 личник, 3 өзінің адамы. Айгерім шетелге бару үшін, мынаның бәрі Айгерім командасы. Айгерім не істейді? Мұнараға 1 адам қояды, мына қызға 1 адам қойып береді, мұнараға 1 адам қойып беру мүмкін. Потому что бәрі өзінің командасы.
личнигі қанша болды мына линияда? 4 болды Айгерімнің. Корпорация реферальный бонусты 6.000-ды 4-ке көбейтіп, реферальныйдан 24.000 береді. Бағана бір-ақ адам түсіп атқанда 56.000 теңге алып атқан Айгерімнің ақшасы қанша болды? Санаңыздар. 48, 38, 24. 112.400 теңге. Міне, ақшасы көбейді ма? Мына ішкі аяқтарға адамдар келе бастаса, Айгерімнің ақшасы 2 есе көбейді екен. Мықты ғой, ә? Мен осыны есептедім да, мана не деген күшті ақша. Мына осылай кететін болса, миллионер болуға болады екен ғой дедім. Даже бұнан бәрі толмай-ақ қойсын. Мына жерге келген қыз бір адам алып келді, мына жақтан бір адам түсті. Мысалға, мен қазір Қырғызстаннан бір партнер қазір тіркеліп жатыр, Дубайдан қазір бір партнер тіркеліп жатыр. Маған 50.000 түсе ма? Мен танымаймын оларды. 50.000 автомат түседі. Но бір күнде бір партнер емес, мықты қыздар келеді. Бір күнде бірнеше бинар жабылады ғой. Былай жабылған кезде сіздің ақшаларыңыз көбейіп кетеді. Мен осы системаны түсіндім да, мана күшті екен ғой. Өзің танымайсың, адамдарды әкеліп еще олардың астына мына жерде тұрған әсел жұмыс істемесе де, мен өзіме бинар алу үшін оның астына адам қойып кете берем. Дұрыс па? Солай күніне екі жағымнан бір адам жоқ дегенде түсіп отырса, күнде 50.000 теңге табады екен ғой. Күнде 50.000 теңге тапсам, бір айда қанша айлық алам? 1,5 алам. Ешкім маған бастық емес. Түске дейін үйіңіздің жұмысын бітіріп алыңыз. Түстен кейін 2 сағат уақыт бөліңіз. Немесе кешке жақын әйтеуір кездесуге осы гринифке уақыт бөліңіздер. Күніне 1 сағат, 2 сағат қана. Күніне бір-ақ адамды шақыруға уақыт бөліңіздер, миллионер боласыздар. Біз ондай жұмыс жасамаймыз ғой өзіміз. Содан кейін бізге неге адам келмейді, анаған айтсақ келмейді, мынаған айтсақ өйтпейді дейміз. Себебі бұл жерде біз өзіміз әрекет жасауымыз керек. Мына 1,5 миллион теңгені бізде Қазақстанда айлық бар ма? Жоқ қой. Міне, мен университеттегі айлығым мысалға 350.000 теңге болды. Ал бұл бизнесте бар жоғы 11-ші күн, 11-ақ күн болды істеп атқаныма. Мына системамен тоқтатпай адам жазып жатырмын. Менің бір күндік табысым 352.000 теңге болды. Істеп атқаныма 11-ақ күн. Мен бір күнде 350.000 теңге түскен күні ұйықтай алмай қалғам, қыздар. Мынау не деген менің күшіммен күндік табысым ба? Мен сонда ертең бұдан да көп істесем, ертең 400 алам ғой, одан көп істесем 500 алам ғой деген сияқты маған ақша мотивация берді ғой. Мынаның маркетингі күшті. Бұл күндік табыс. Еще мына шексіз береді мынаны. Кейбір корпорацияларда мысалы пәленге дейін ақ беріледі личниктеріңе деп шектеу қойып қояды. Шексіз ала бересіздер. Екі жақтан бір адам бинарыңыз теңесіп отырса болды. Осы күндік табысқа бізге ешқандай активация қажет емес. Мысалы, бүгін 50.000 теңге түсіп тұрма, сен 50.000-ды алу үшін, ол Айгерім, сен PB жаса, 15 PB-ға табар ал деген шарт жоқ. Тек қана командаңмен жұмыс істеп, командаңа жол көрсетіп, олармен бірге барып, адамдарына жолығып, солы астыңа адам жазылуды күнде өзіңе міндеттеме алып жүрсең болды. PB қажет емес. Активация жасау қажет емес. Бұл күнде түсетін ақша ғой. Күнде тіркейсіз ба, күнде ақша түседі. Тіркемейсіз ба, ақша түспей қалады. Тіркейсіз ба, ақша түседі. Бұл 3 табыс көзі күнде түсетін табыс. Яғни бағана мен айттым ғой, бізде күндік табыс, айлық табыс, жылдық табыс бар деп. Мына күндік табыстан сұрақ бар ма? Яғни екі жағымыздан өзіміз танымасақ та, бір адам тіркеліп отырса, күнде жоқ дегенде 50.000 теңге табысқа шығады екенбіз. Түсінікті ғой, енді жаңағыдай Айма мен Гүлбағида келсе, күніне 10 адам, 100 адамнан тіркейді ғой. Жақсы. Мынандай болады, кейде қыздар адамдарға айтасын, барасын, сабақ бересін, тіркелмейді ешкім. Ондай моменттер болады. Ана тіркелейін деп тұрса, екінші айтады, үйге барақ, ақылдасақ, не шығады, айтады, үйтеді, бүйтеді, анан өзінің жиегіне алып кетеді. Ешкім тіркелмейді, бірақ оған өкінбеңіздер. Сіз сол бір күнде 10 адамға информация бердіңіз ба? Ешкім тіркелмені Алла көріп тұр ғой. Ертең сізге бір-ақ адамда келеді да, 10 адамды бір-ақ күнде келеді. Менің өзімнің историямда болып жатыр.
Кейде қыздарым жылайды, ой, барамыз, айтамыз, тіркелмейді. Вообще өкпелемеңдер, энергиям кетті, шаршадым пәлен жерге, айттым, тіркелмеді деп ойламаңдар. Іштей, значит, ертең маған мықты адам келе жатыр деп қуаныңыздар. Тіркелмесе де қуаныңыздар. Потому что ертесіне действительно бір күндер болды менде сондай, анаған барам, айтам, мынаған, ана жартысы фэмилға кеткен, тіркелмейді адамдар. Кетіп қалады, офиста отырам, кетем, подписка жоқ. Күнде подписка бола бермейді ғой. Сөйтіп, бірақ ішімнен айтам, Алла тағалам, значит, маған бір күнде пәлен адам топырлататын адамды әкелейін деп тұрсын ба деп қоям ғой. Сөйтіп жүрген кезде, қазір Ақмарал ханымның командасы бар ма осы жерде? Ақмарал ханымның бірнеше командасы келді. Сол Ақмарал ханымдар кешке жақын енді офиста адамым жоқ, барып магазинде отырдым, ана сатушының қасында. Олар қалай жұмыс істейді? Адамдар келіп, бәрі ана заттарды сұрап тұр. Сосын орнымнан тұрып, бәрін түсіндіре бастадым. Мынау шампунь, мынау андай, мұндай деп. Бір 6 келіншек кірдім. Ананы ұстап тұр, мынаны ұстап тұр. Сосын ол жерде сатылу бағасына тұрады ғой бізде магазинде. Мысалы, Карич деген шампуньға келді, ол 5400 теңге. Неге қымбат деді? Ол ешқандай қымбат емес дедім. Сіздің шашыңыздың түскені тоқтайды, құрамында имбир бар, экологический дедім. Сіз қымбатсынып тұрсыз ба дедім. Иә, қымбат. Бұның қымбат емес те жолы бар ғой дедім. Қандай деді? Сіз партнер болсаңыз бұны 2700 теңгеге аласыз ғой дедім. Бұда сондай бар ма деді. Иә дедім. Ана алып келген адам, оказывается, тек сатып жүрген екен де оларға. Сатып жүрген, ол келмей қалған кезде бұлар кеп магазин іздеп келген. Ойбай, бізге айтқан жоқ қой бұндай бар екен дейді. Жүріңіздер. Неге офисқа кіргіздім да, аналарға сабақ өттім. Сөйтсем, 6-ауы да лидерлер екен ғой. Қытай компаниясына Пахао дей ма, Махао дей ма? Сол компанияның мықты лидерлері екен аналар. Сөйтіп айтады, біз сетевиктеріміз ғой дейді. Тұрды да мынаны маркетингті де көрді де айтты. Мынандай Гүлбағира ханым, шынымен ба? Я шынымен. Онда біз қазір тіркелеміз деді. Ақмарал сол күні офистан кеткен жоқ. Отырып, сразу треугольник алды. Ана қасындағы қыздарға треугольник алдырды. Сөйтіп, бір күнде 18 адам подписка болды. Айтайын дегенім, анау біреуге айтып, шаршадым, ол кірмеді деп, кірмей қойса, оған қорықпаңыздар. Всегда ойлаңыздар. Значит, ертең мықты келе жатыр маған. Бүгін қанша адам кірмей қойды, сонша адамды бір-ақ адам әкеледі деп ойла. Айтайын, ойда ғой барлық нәрсе. Сөйтем, мен Аллаға шүкір, қазір менде Ақмарал ханым 5-5-минутный директор. Старший менеджер, командасынан қаншама адамдар келді ол кісінің, міне. Сонда барлық уақытта келді, кемет демей жұмыс істей беру керек. Мына 3 табыс көзін не істейді екенбіз? Күнде аламыз. Түсінікті ғой, Енді айына түсетін айлықты айтам. Мына жерде түсініксіз болып сұрақтарыңыз бар ма? Түсінікті. Айына түсетін айлық. 6 табыс көзін біз айына 1 рет аламыз. Қанша жыл ұстаз болып, айына 1 рет айлық аламыз ғой? Дәл сондай Greenleaf'те айына 1 рет тағы да айлық береді. 6 табыс көзі бар. Айына 1 рет алатын. Айына 1 рет. Ол қалай? Біріншісі, жаңағы мына жердегі кім? Айгерім бар ғой? Айгерімнің өзінің шақырған личниктерінен корпорация 2% чек от чека береді. Чек от чека деген ол айлықтарынан береді. Айгерімнің Гүлбағира, мысалға мен 2 миллион айлық алсам, 2 миллионның 2% қанша болады? 40 мың теңге, Мен сияқты личным 40 мың теңге. Ал егерде мен осы жерде 20 миллион алсам ше, 400 мың теңге. Бір личниктен. Өздеріңіздің айманнан аласын 400 мың теңге. Сонда әр айдың өзіңнің шақырған личниктеріңнен 15% активация жасап отырсаңыздар, айына 15 PV жасау керек. Бұған активация қажет енді. 15 балл. 15 баллға не аласыздар? Мысалға, зубный паста, порошок, ыдыс жуатын, носки, паски. Барлығының қосындысы бәрінде балл бар, 15 балл болу керек.
айына 15 балл жасап отырсаңыздар, өздеріңіздің шақырған личниктеріңізден 2% айлығынан ақша аласыздар, бірақ бинар сияқты шексіз емес, 40-шы уровеньге дейін аласыздар. Оның жеткі қазір мына жердің өзінде бір 10 уровень шығады, 40 деген қайда жатыр. Екіншісі, 2% товар обороттарынан аласыздар. Күшті ғой? Біреу магазин ашып жатады, біреу үлкен команда құрып, пәленбай мың статус шауып жатады. Солардың товар оборотынан 2% корпорация береді. Тоже 40-шы уровеньге дейін. Үшіншісі, чека. 15 пиви жасау деген. Оннан 10-ға дейін санайды. Жоқ, бірінші числодан 30-на дейін. Әр айдың. Табысты 10-на береді. 10-на береді. Мысалы, анайды 30-ға дейін. Иә. Сіз мысалға осы февральдың 30-на дейін 15 пиви жасасаңыз, марттың 10 күні береді ғой. Келесі айда береді. Түсінікті ғой, ә? Екіншісі ат товар обороты. Ат товар обороты. Міне. Мысалға бітеді. Айман 275-ке күйеуі жазып жатыр. Біреу 15 пивиға, біреу 1000 пивиға магазин ашып жатыр. Осы Айманның товар оборотынан береді сізге. Кабинетте ат товар обороты? MC бонус дегендер. MB бонус. Енді қараңыздар. Үшіншісі отличный покупки. Отличный покупки деген қай уақытта аласыздар? Отличный покупки 10% кэшбэк түседі. Кэшбэк пивидан. Бағана айтым сіздерге, товар купон пиви болады дедім, е? Именно ішіндегі пиви товар аласыздар ғой. Мысалы, 50 пивиға зат алып жатсыздар бір айда. Осының ішінен 15 пиви активацияға кетеді. Разницасы 30 пиви қалама. Осы 30 пивиді 460 теңгеге көбейтеді. Қанша болады көбейтіңіздер? Мысалы, просто пример ретінде. 30 пивиді 460 теңгеге көбейтсеңіздер, 138 ба? 13800 ба? 13800 теңгенің 10%-і 1380 теңге мынау өзіңіздің личный алған пивиіңізден ақша түседі. Түсінікті ғой, е? Купон ол ваучерден алынады. Қайсыған? Ол кезде сіздікі именно пивиді ғана есептейді. Мен просто арада 30 пиви деп разницасын көрсеттім, но мүмкін сіз бұл жерде 15-ақ пивидағы 15 пивиіңіз купон шығар. Мен білмеймін ғой. Алған товарларыңызға байланысты. Купон ваучерден алынады, пиви мұнарадан болады. Оған соғылмайды. Ол 15 пиви сіз мына ақшаларды алу үшін кетеді. Ол вообще оған қайтарылмайды ол ақшадан. Біреулер 15 пиви жасап алып, маған 10 күн неге ақша түспейді деп жүреді ғой. Ол дұрыс емес. 15 пивидан өздеріңіздің активация, ол сіз командаңыздан ақша түсу үшін активация жасап тұрсыз, одан сіздерге ақша бермейді. Оның үстіндегі разницасынан береді. Вот разницасынан береді. Енді төртіншісі от структуры. Жаурап атсыздар ма? Структура. Структура, мәні, 1-ден 5-ші уровеньге дейін 4% аласыз, 6-дан 11-ге дейін 3% аласыз, 12-ден 34-ге дейін 1% аласыз, 35-тен 50-ші ұрпағыңызға дейін 0,5% дейді. Бүкіл 50-ші ұрпағыңызға дейін, бұның бәрі қай уақытта беріледі, қыздар? Мұна 15 пивиді әр айдың 1 мен 30-ның аралығында жасап бітулеріңіз керек. Егер 15 пиви жасамай қойсаңыздар, даже 12.000 пиви, 14 пиви болып қалса, мұнаны алмайсыздар. Біреу де түспейді айлықтың. 15 пиви жасаған кезде ғана мұна ақшалар түседі. Міне. Иә, түседі. Енді переливтер болады ғой.
от переливок, перелив қояды ғой спонсорлар. Переливтардан 0,25% түседі. Перелив ол былай ғой, міне. Иә, сол перелив. Перелив деген, міне Айгерім не істейді? Мына перелив қойып тұрған маған. Өзінің үшінші личнигін мен астына қойып тұр. Ол Айгерімнің личнигі, бірақ маған переливке қойды. Осы қойған переливтен де 15 PV жасаса, Айгерім процентін алады өзін. Айгерімге түседі. 0,25 салады. Қайсы? Жоқ. Гүлбағира алады. Мен алам 0,25-надан. А өзі бұдан Урифин ғой 4% алады ғой. Екі түрлі емен неғыламай, кіргіземі. Мен сол 9 адам кіргізімді, мынандай жіберген ба, что-то не сол болып жатыр да менде соны сұрайын. Енді екі түрлі. Мен бірінші өзім келдім. Сразу тройка болды. Шешіслайш осы. Иә. Потом жаңағы қызымның астынан бір подушканы қойдым, балам астынан динар жабылды ма? Одан кейін тағы екі өзіме прямо мен өзім не қылдым, ақмаралға бердім, алғысып бердім, чтоб баламның қызы маған прямо Оны тоқтаңыз, ондай сұрақтарды кейін қояйық, оны системаңызды қарайық. На самом деле ондар система есептейді. Бинарды қоюды, кейін оны жеке отырып сызып көреміз. Міне. Түспейді. Болмайды. Онда арғайды аласыз. Мұнайға уже алмайсыз. Ай сайын жасап тұру керек. Егер айлық алғыларыңыз келсе бір рет. Ал айлық керек емес десеңіздер, онда істемей ақ қойыңыздар. Но айлық керек қой, команда кетеді қартын. Команда кетеді. 15 PV деген қыздар и так-та үйге зубный паста, порошок ай сайын барып химия аласыздар ғой. Әшейін үйге біреуге сыйлыққа беріңіз, біреудің үйіне қонаққа апарып бересіз, біреу қызын ұзатып жатады, андай корзина жасаңыз деген сияқты ғой. Бәрібір ол 15 PV жасап қою керек. Енді 15 PV-дің бағасы қанша деп сұрайды. 15 PV-дің бағасы алған табарыңызға байланысты. Купон ба, жоқ PV ба? Міне, 15 PV-ді былай да жасауға болады. Бізде сәл тынышталайық, что-то шулап кетті. 5 PV-ді 3-ке көбейтсек 15 PV болады, дұрыс па? 5 PV бар бізде, қандай табар бар? Алтын ине бар, 5800 теңге. 5800 теңге тұрады БАДы нелерич. Сәл тынышталайық, естілмей қалатыр. Сонда 3 алтын ине алсаңыздар, бұл қанша болады? 17400 теңге. 17400 теңгеге 15 PV жасауға болады. Егер PV табар алсаңыздар. Күшті ма? PV алсаңыздар. Енді купон алатын болсаңыздар. Купонда ақшасы көп. Мысалға, бізде 0,5 PV тұрады. Посудомойка қанша? 0,5 PV. Бағасы қанша? Мысалға, 1800 теңге ұйған, неде? 0,5 PV. Ал енді 15 PV жасау үшін бұдан қанша аласыздар? 33 штук аласыздар. Ал енді 1800-ді 33 штукқа көбейтсеңіздер, 15 PV болады купон табардан 54 теңге. Көрдіңіздер ма? Сондықтан 15 PV сіз қандай зат алғаныңызға байланысты. Купон алсаңыздар, ақшасы көп болады, бұның бағалы аз. PV алсаңыздар, ақшасы аз, PV көп. Вообще негіз PV табарда, PV бірден жоғары табарды алсаңыздар, ұтымды негізі. Ақшасы да арзан болады, несі. Енді бізде көбінесе өтетін заттар купон ғой. Содан кейін көбісі купон алады да, жаңа PV-ін толықтырамай, мен пәлен алдым ғой, неге менің PV-ім аз болып тұр дейді. Потому что оның PV алып атқан заттың бәрі купон. Купоннан 15 PV-ді жинау өте қиын. Түсінікті ғой, міне. 4-ші. 5-ші менеджер деген статустан бастап береді. Менеджер қашан болады екенсіздер? Мына жақтарыңыз 44200 PV. Мына жақтарыңыз 44200 PV болса, оң жақ сол жақта. Онда біздің компанияда менеджер деген жаңағы мына жерде тұрып сөйлеп атқан қыздардың статусына жетесіздер. Менеджерға корпорация не береді?
бір рет $1000 береді. Сразу түседі счетыңызға. Екінші, жаңағы мен айтып атқан СНГ-ның 3%. Бұл қай уақытта? СНГ-да қазір 3,5 мың магазин ашылып кетті деді ғой. 3,5 мың магазиннің товар оборотын менеджерлардың арасында бөлінеді ол. Сөйтіп осыларға ақша беріледі. Бірақ осы 3% СНГ-ны алу үшін өзінің шарты бар. Менеджерлар әлсіз малый веткаларыңызда 4000 PV товар оборотты орындап отыру керек. Түсінікті ғой, иә? Ол айына менеджердің командасында 15 подписка болу керек деген сөз ғой, айында. Ол менеджерлардың астында 15 подписка болмайды, 150 подписка болады. 30-40 подписка болады. Себебі менеджер деген сөз, ол үлкен 300 адамның ішінде. Не может быть 300 адамның ішінде бір айда 15 адамның жазылмауы? Түсінікті ғой? Осыны орындасаңыздар, онда әр ай сайын кәдімгі 40 жыл өкіметке жұмыс жасап 200-500 пенсия алып атсыздар ғой. Гринлифттің әр айдың мұны күні пенсияларға түсіп тұрады. Үшіншісі, менеджерларға 2 рет шетел саяхаты. 2 рет шетел саяхаты. Жылына 2 рет тегін шетел саяхатына бара алады. Өздерінің, бірақ менеджер болған кезде, мысалға сіздер қазір VIP партнерлар 15 PV жасап отырыңыздар деп атыр қой. Менеджерларға 60 PV жасап отыру керек. Осыны өздері орындап отырса, шетелге бесплатно олар спискта бірінші болып шығып тұрады аттары. Төртінші, международный товар обороттан 1% travel бонус бөлінеді. Travel бонус жаңағы біз Сайдмұрат, Давлатов, Киясаки деп айтып атқан корпорация обучениеге ақша бөледі. Мысалға мен август айында Роберт Киясакидің сабағына бардым Сингапурға. Кеше декабрь айында Сайдмұрат, Давлаттың сабағына бардым. Қай уақытта сіздер табыс табуға дайын боласыздар, директор статусынан бастап корпорация өзінің табысқа шыққан партнерларын финансовый грамотностьқа үйретеді. Дүниежүзілік әлемдік коучтар ғой. Киясакиді мен өмірімде ойламап кездесіп, сол кісімен бірге сабағында осылай отырып, сол кісіні құшақтап суретке түсіп, сол кісінің қолынан сыйлық алам деген ойыма кіріп шықпаған. Август айында Малайзияда бардық, Сингапур, Ланкавида демалдық, Зеритс Карлтон деген мықты отельде. Одан кейін жаңағы Сингапурға келіп, анау үлкен здание бар ғой, өзінің несі, символы Сингапурдың. Соның ішінде 7-ші этажда Киясакидің сабағына қатысын. Ол кісінің сабағына қатысу $10,000 тұрады. Ол ең аз нелер. Миллионерлер келеді, бүкіл әлемдік миллиардерлер келеді, ол кісі алдында VIP клиенттер отырды, бәрі қытайлар. Ішкі Қытай байып кеткен. Вообще Сингапур қытайлардың ең байлар тұратын қала екен. Ең мықтылар. Вот сол сабаққа барып, ана кісінің сабағын тыңдап, енді ол кісінің қасына адам жолатпады. Охранниктер бар, басқасы бар. Тағы бір кереметті айтып кетейін дегенім. Біз анау ар жақта артта отырып қой, себебі алдында өңкей байлар отыр ғой сабақта. Ояққа біз өткізбейді да, линиямен жауып қойған, алыстан жақындатып немен түсіріп тұрдық. Сонда ол кісі айтты, мен өзімнің «Квадрант денежного потока» деген играммен кітабымды қазір 3 адамға сатам деді. 5 минуттың ішінде кім алып үлгереді, сол кісімен жеке өзім шақырам. Атақ ол кісінің жеке кіру ол кісіге $20-25 екен. 20 минутқа кіріп шығу. Сосын мен енді ойымда да жоқ, мен қатысам деген де ойымда жоқ. Мен ұлымды алып барғам, қазір Барселонаға түскен Темірхан, олар жастар ғой, ағылшынша айтып жатыр, түсініп қойған, мен оны бір құлағымда апарат, бір сөзін түсінем, бір сөзін естіп отырғам. Сөйтсем, резко балам сатып алған ғанан. Сөйтіп оны мен білмеймін, бір кезде жүгіріп кепті, мама сүйінші дейді. Не болды, тыныштық па десем, сіз қазір өңкей миллиардерлердің арасында Киясакидің несіне кіресіз ғой дейді. Қалай десем, 3 кітаптың біреуімен сатып алып үлгердім дейді ғой. $100 сатқан ғой. Сенеріңді, сенбесіңді білмей қаласыз да, көрдіңіз ба? Сөйтіп, Роберт Киясакиға сабағына кіріп, ол кісімен бірге қасында тұрып суретке түсіп, бізге несін берді, играсын берді,
қол қойып өзі автограф қойып берді. Жасы 78 екен. Сәл қартайып, аяғы ауырыңқырап, уже бұрынғыдай емес, неғып қапты. Ол кісінің өмірде перзенті болмаған екен. Әйелі екеуі ақ не қылады, себебі соғысқа қатысқан екен ғой. Сондай соғысқа қатысқанмен сондай өзінің өмірлерін айтты, жетістікке жету жолдарын. Айтайын дегені мына travel бонус сондай әлемдік коучтардың сабағына сіздерге қатысуға корпорация төлеп береді. Күшті ма? Обучениеге де төлейді. Шетелге де барасыздар. Керемет қой, СНГ-дің 3% аласыздар. Ең төменгі статустың өзінде. Арғарда жоғарғы статусты енді ойлай беріңіздер не болатын. Бұл жерде тек қана старшийда уже мынарада $2000, директорде $3000. Директордың ерекшелігі мына бонустар қосылып кетеді. Travel бонустан 1%, үй алуға, жилищныйға 0,5% и директор автобонустан 0,5% береді. Менеджерде мынау беріледі ғой. Директорде үй алуға және автобонусқа бөлек ақша бөлінеді маркетингтан. Бізде автобонус 2 рет беріледі. Біреуі 13 годовойға мен қазір айтайын деп тұрмын. Любой VIP партнер, сіздер әлі ешқандай статустарыңыз жоқ, сіздер автобонус ала аласыздар. Қазір мықты жұмыс жасасаңыздар. Ал директор болсаңыздар, одан бөлек әр ай сайын тағы да басқа автокөлік алуға, бұның бәрі ақшалай беріледі. Сіз көлік аласыз ба, үй аласыз ба, здание соғасыз ба, ол сіздің ақшаңыз. Сізге түсетін ақшалар. Міне осындай бонустар беріледі. Енді жұлдызды директордан бастап, бір жұлдыздан бастап, кеше президент компания 25 жылдыққа байланысты айтыпты, бұрын бізге тек travel бонусқа беретін. Бүкіл дүниежүзілік обороттан бір жұлдызды директордан бастап 1% беріп отырам депті. Күшті. Құдай қаласа жұлдызды директорлар 1 жұлдыз, 2 жұлдыз біздің айлық ақшамыз одан да көбейін деп тұр. Міне, мықты ма? Вообще күшті. Енді қараңыздар. Енді жаңағы нені айтайын? Жылдық табыс деген автобонус мінім. Корпорацияда автобонус беріледі. VIP партнерлар деген жаңадан тіркеліп, ешқандай статусқа шықпаған кісілерге не істеу керек? Компанияның жылы 1 августте басталады. 31 июльде бітеді, келесі жыл августке дейін 12 ай уақыт береді автокөлік мінем десеңіздер. Біріншісі автобонус алу үшін шарты личный приглашенные 2750 PV болсын дейді. Ол деген сөз, бізде 188 мың теңге, ол қанша PV? 275 PV. Яғни 188 мыңнан кіретін 10 адам шақырасыздар. Ойбой, мен путешествияны айтып кеттім ғой. Бұл путешествиянікі. Бұл бұндай емес. Автобонустікі бірінші шарты. 1 жылда 1000 PV товарооборот беру. Личный продажа. Өзіңізге ай сайын 12 айға бөліп жүрсек, $90 немесе $100 зат алып отыр дейді өзіңе ай сайын. Итак аламыз ғой. Общий количество 1 жылда 1000 PV болу керек. Екінші шарты қайсы? Жоқ, ол қосылмайды. Личный үйге алатын затыңыз. Личный үйге аласыз ба, сатасыз ба, біреуге бересіз ба, осылай болу керек. Вот екінші шарты 60 мың PV оң жақтан, 60 мың PV сол жақтан общий командный товарооборот болу керек. Түсінікті ғой, ә? Осындай болатын болса, корпорация не береді? Автобонусқа 1,116,000 теңге ақша аударады. 60 мың екі жақта оборот болғанда миллион. Бірінші рет мен осыны естігенде беткем 60 мың PV, $60,000 ғой. 60 мың доллар істеп, миллион теңгеге қандай машина мінем дегем. Шын мәнінде солай. Кейін ойландым, қойбыш со машинасын шетелде орындап алайын дедім. Сөйттім де автобонус емес, мен шетелдің промоушн орындаймын деп. Қараңыздар, 16 январ күні тіркелген адам, 31 июльге дейін менде қанша уақыт бар? 6 ай уақыт қой. Мен 6 айда 60 мың емес, 600 мың PV жасағам. Күшті ма? 600 мың PV жасаған екен маған компания не істеді? 1,116,000 теңгені
10-ға көбейтті. Сөйтті дағы 11 миллион 850 мың теңгені августтың 10 күні старт етіп счетыма аударды ғой. Осыны автобонус дейді. Бұл годовой бонус. Бұны бірақ сахнаға машина программасы деп қолыңа машина суретмен шығарады. Қытайда да сондай. Но самом деле сіздерге ақшалай береді бұны. Мен не істедім? Мен бірінші рет Қазақстандағы Берекедегі экомаркетті аштым. Потому что адамдарыма маған әр жерде склад болып тұр ғой. Жүріп, еркін жүріп, таңдаған алсын дедім. Сөйтіп бұл ақшамды мен экомаркетке жұмсадым. Келесі жылы автобонус менде 36 ретке көтерілді ғой. Түсіндіңіздер ма? Сөйтті да маған корпорация мына ақшаны 36-ға көбейтіңіздер. Почти 38-40 миллион ақша. Мен оған өзіме енді командама мотивация болсын деп Лисян Ли-Дэвид жасыл гринлифпен вин-кодымен Қытайдан заказ беріп, бизнес-класс осы автокөлікті алдым. Көрдіңіздер ма? Осыны автобонус дейді. Жылына, міне қазір сіздер кіріп жатсыздар, 6 айда мүмкін сіздер мына оборотты мүмкін 1 рет орындайсыздар. 1 рет орындасаңыздар, қосымша годовой табыс ретінде миллион теңге ақша счеттарыңызға түседі. Мүмкін 2 рет орындап қоясыздар. Онда 2-ке көбейтеді, 2,5 миллион теңге береді. Мүмкін мен сияқты 5, 6, 10 рет орындап қойсаңыздар, онда 11-12 миллион ақша береді. 11. 10 рет орындап қойған. Көрдіңіз ба? Иә, 10 рет орындап қойған. Міне, осыны автобонус дейді, осыны годовой бонус дейді. Түсінікті ғой, иә? Сұрақтарыңыз бар ма? Енді тағы да біздің компанияда не бар? Шетел саяхаты бар, промоушн шетелге. Ол былай. 2 рет шетелге VIP партнерларға не береді? Промоушн қояды корпорация, тегін. Тегін саяхат, былай. Екеу кетіп қалды. Екеу кетіп қалды. Тегін саяхат беріледі. Ол міне. 1 августтен 31 январға дейін береді, 6 айға. Сосын 1 февральдан 31 июльге дейін 6 айға тағы береді. Міне сіздер қазір 2-ші этапқа кеп тұрсыздар. Біз 1-ші этапты орындағандар, ертең Алла қаласа, апрельдің 14-нен бастап, білмеймін, уже 2000 жуық адам Қазақстаннан барамыз. Дубайға. Қытайға. Адам өте көп. Менің командамның өзі 1000-ға жуығы бәрін Қазақстан бүкіл түкпір санағанда. Міне қараңыздар. Осы барамыз, Оның шарты не? 1-ші шарты қазіргі сіздердікін жеңілдетіп қойды. Мына шартты біз қалай орындадық? 1-ші шарты 10 личник болды, 188 мыңнан кіретін 10 адам. 2-ші шарты 2 жақта 18 мың PV, 18 мың PV-ді жапқандар бара жатыр қазір ертеңгі Шанхайға. Вообще осындай тұғын шарт. Енді президент корпорация, мына сіздер бақытсыздар. Қазір биыл 25 жылдығы болатындықтан былай қып қойдым. Дубайдың открытиесі болайын деп тұр 10 мың адамға. 1-ші шарты 10 личник жазасыздар. 2-ші шарты 8,5 мың PV. 8,5 мың PV деген оп-оңай ғой. Коронадан 5-ақ корона кіргізсеңіздер болды. Бұл личник болып та саналады. Шетел саяхатын жауып қойасыздар. Жоғы, ол 4 мың PV өзіңізге ғой. Мен қазір коронаны айтам, әлі сіздер коронаны мына жерде жеңіл есептеуді айтатым. Ал егерде корона болмаса, мыналарға қанша адам керек болады? 30 адам оң жақта, 30 адам сол жақта, 180-188-ден 60 адам шақырған жақсы ма? Жоқ, 5-5 корона шақырасаған оңай ма? Күшті, 5-5 корона шақырған жақсы. Сонда қараңыздар, әр личниктер, бір корона 5 личник болып саналады еще. Коронаны да орындап тұрсыздар, шетелдікте орындап тұрсыздар. Және бұл аралықта мына короналарды бетіп, өзіңіз корона болып, бағана қараңыздар, 188 болдыңыздар да, 188,
Қанша ақша алдыңыздар? 62.400 алдыңыздар. Осы жерде өздеріңіз корона болып, мына жаққа 2 корона кіргізіп, немесе анала мына кіргендерді апгрейд жасатсаңыздар, 376.000 теңге ақша түсті. Күшті ма? Короналарда ақша көп қой. Қазір мен коронаның енді бинарларын түсіндіріп айтам. Сонда әрі сіздер мұнараға корона, 5 корона деген сөз есептей беріңіздер. 376-дан неше рет аласыздар? Күнде 62.000 емес, күнде 376.000-ды қазір-ақ аласыздар. Мен сияқты 10 күннен кейін емес. Мықты ма? Сондықтан маркетингті дұрыс түсіну керек сіздерге. Міне, осыны орындасаңыздар, Құдай қаласа, Дубайда бәріміз үлкен самолетпенен Дубайда мықты болайын деп жатыр. Президент уже официально ашып, магазинді уже ашып, логистикасын қойып, 10.000 адам сиятын аренаны жалдап, дайындалып жатыр открытияға, Дубайға. Күшті ғой, ә? Соған әдейі көп барсын деп 8.000-ға қысқартып тастай салды. Мықты ғой? 10.000-ды алып тастады ғой. Ал 10.000 дегеніңіз қанша адам? Ойбай, көп кетеді ғой уже. Міне. Қанша бізге жеңілдік жасап жатыр. Енді коронаны түсіндірейін сіздерге. Түсінікті ғой, ә? Машинаны қалай автобонус алуға болады, қалай шетел саяхатына баруға болатын. Корона, статус коронаға неге кіріп, оның пайдасы не? Бірінші, бағана айттым, платинаға қаншадан? 188-ден кірдіңіздер, дұрыс па? Коронаға 1.128.000-нан кірейік. Осы екеуін айтылайын, е? Корона, осы екеу. Бірінші бинардан өзіңіздің астыңызға 188-де шақырсаңыздар 12.000 теңге түседі. Уривеннен 38.400 теңге түседі. Рефералкадан 6.000 теңге түседі. Короналарда бинардан 18.000 теңге түседі. Уривен 202.400 теңгемен жабылады. За личное приглашение 36.000 теңге алады. Коронада бинардан 18.000 теңге түседі. Уривен 202.400 теңгемен жабылады. Әр шақырған адамыңыздан 6.000 емес, 36.000 теңге аласыз. Мәне былай түсіндірейін. Мұнарада мәне 188-ге кірдіңіздер, 188-ді шақырдыңыздар. Мұна үшеуінің қосындысы 62.400 теңге аласыз. Дұрыс па? Дәл мұнарада өзіңіз коронасыз. Бұл жерде қазір көбісі корона, е? Себебі короналарға не қойдым ғой кеше промоушн. 2 корона шақырдыңыздар. 1 корона, и мына жаққа 1 корона. Мына жерден 376.000 аласыздар. Күшті ма? Ақшаның бәрі коронада ғой. Тағы бір нәрсені айтып кетейін. Өзіңіз платинада тұрсыз. Мына жерге бір мықты корона келеді сразу. Тағы бір, мен компанияға корона болып, мен тіркелгенше Айман ханым 188-де тұрған ғой. Мен келдім де айттым. Айман ханым, мен сразу коронамен кірем дедім. Сөйтіп, ойбай қоя тұр Гүлбағира деді. Неге дебем, сен коронаға кіретін болсаң, мен коронаға көтеріп алайын дедім. Не үшін? Егер де осы жерде өзіңіз корона болмай, астыңызға корона келіп атса, мына түсетін ақшадан мына жерде тұрған кісіге 76.000 теңге түседі, себебі бұны 188 ғой, бұның уривені 38-бен жабылады. Сөйтеді дағы мынаның разницасы бар ма? 300.000 теңге мынаның төбесінде тұрған коронаға кетіп қалады. Корона өзіне ақшаны тартып қояды. Сондықтан всегда арттарыңыз өзіңіз платинада тұрып, біреулер коронаға кірем деп атса, оның алдында өзіңізді коронаға көтеріп аңыз. Алтыныңызды қоясыз ба? Ол ақшаны шығарып аласыз ғой. Мына 300.000 теңге түссе, барда жауып тастаңыз, тағы 300.000 жауып тастаңыз. Демде негізі істейтін адамдар өзінің барлық жолын тауып алады ғой оның. Міне. Сондықтан всегда негізі осы корона, бұл корона статусы деген даже арттарыңызға сәл тынышталайықшы. Шуламайық. Мына жерде коронада тұрсыз өзіңіз, е? Артыңызға өңке 188-дер кіріп жатса да, сіз мына әшейін өзіңіз коронада тұрсаңыз да,
бинардан 18 мың теңге аласыз ғой, міне 6 мың теңге. Ал бинар көбейген кезде мына кісіге 24 мың түсіп жатса, сіз коронада болсаңыз 48 мың алып жатасыз. Оған 36 мың түсіп жатса, сіз 78 мың алып жатасыз. Әшейін құр бинардың өзінен. Оның арасында короналар келіп жатса, бір күнде 400-500 мың теңге түседі. Вообще корона ең көп ақша әкелетін не ғой, статус қой. Соны командаға дұрыс түсіндіріңіздер. Мына жәлдегі директор болған Нұржамал ханым кетіп қалды мына жерде. Нұржамал ханым старший менеджер болғанша неде платина болып жүрген ғой. Мен постоянно айтатым, Нұржамал, не қылып жүрсің? Коронаға көтерсе, оның астынан короналар кіріп, коронаға көтерсе деймін. Қоя беріңіз, Гүлбағира ханым, маған платина жетеді дейді. Көп нәрсені түсінбеді да. Кейін барып коронаға өтті да. Сол коронаға өткеннен кейін мен айттым, міне қазір менде мына қыз коронаға өтті, алып жатқан айлығын қара, сен де сонымен бірдей жұмыс істеп жатсың, сенің айлығыңды қара деп салыстырдым. Сол кезде іші удай ашыды ғой. Менің басым қандай тупой болып жүре бергем. Сіз айтсаңыз қимайды ғой ақшаны. 940 мың теңгені шығарғысы келмейді да, алады, өзі басқа жаққа жұмсап жүре береді, но статусын көтермейді. Қаншама ақша оның үстіндегі коронаға кетіп жатыр да. Көрдіңіздер ма? Сондықтан корона деген өзіне бар ақша тартып алады. Сондықтан барлық уақытта мүмкіндік болса адамдарыңызға коронаны дұрыстап түсіндіріп, осы коронаға көтерсеңіздер, тағы коронаның секретін айтайын. Жаңа мен айттым, платиналар менеджер болу үшін 44200 PV, 44200 PV-ді 160 адаммен жабады дедім. Түсінікті ма? Платиналар. Короналар 26 адаммен жабады. Короналар. Тек короналар болса, 50 адаммен жауып тастайсыздар ғой, 50-52 адам. Ал платина болса, 320 адаммен жабасыздар. Міне, көрдіңіздер ма? Сондықтан ойды всегда неге қою керек? Мен айтам да, миллион теңге деген қазір ақша емес. Миллион теңгеменен талай финансовый пирамидаларға адамдар ақша салып, не табары жоқ, қаншама адам күйді. Сіздер миллион теңгеге үстеріңізге Марица бренд аласыз ба, куртка аласыз ба, киім аласыз ба, жоқ, косметика аласыз ба, ақшаңызға табыр алып тұрсыз. Статус алып алдыңыз. Болды ғой, кейін вперед жұмыс жасай берсеңізші. Зато сізге миллиондарды әкеледі. Мына жерде 3 корона теңессе, мына, бұлай. 376-ны 3-ке көбейіп жеріңіздер. Миллионнан көп ақша қайтып қояды өздеріңізге. Мына бір корона, аяқ жақта бір корона тұрады. Жоқ, қатар болмаса болады. Ондай болмайды. Ол жерде мына коронамен, мына жерде корона, мынада платина тұрса, мына платина малый веткамен жабылады. Кейін барып, мерден бір корона болып, мына жақта платина болса, мына платинамен жабылады. Всегда малый веткамен ғой, уровень. Ал паутина былай болады. Паутина деген былай. Паутина деген, мына жерде сіз коронасы, мына жерге бір корона келді, мына жерге бір платина келді. Енді корона кіріп алды жұмыс істемейді. Мына жерден сізге қанша түседі? Көп болса бір 76 мың теңге түседі. Енді мына қыз активный 188-ке. Артына бір адам әкелді. Сол кезде паутина мына өзімен бет теңестіреді да, тағы да сізге мына жерден 62.400 теңге береді. Одан кейін бұның астына біреу болса, мына астына адам жазбай тұрса, бетіп 6 болғанша, мынаны сізге жауып, бәрібір ақшаңызды шығарып алуға болады. 62.000-нан 376 шығарып береді. Егер мына жерде мына астына адам жоқ болса, бұның астына адамдар болып жатса, ол мынамен теңесіп қалады. Ол кезде қай жағы малый ветка сомен ақша алып отырады ғой. Түсіндіңіздер ма? Сондықтан мынау корона болып жатса, мына қызға айтыңыз, сіз апгрейд жасап өтіп кетсеңізші деп. Мынау коронамен, мына 2 корона теңескенде 376 түседі. Түсінікті ғой, а? Ал айтпесе, мына жақ платина, мына жақ корона болып қалады, но малыймен ала береді. Мынау бірақ ертең апгрейд жасайды ғой. Сол кезде мына жердегі разницаны береді корпорация. Мына жерде 76 мың алып қалды ғой. Ертең мына 940 мың теңге салып, коронаға өтеді мынау.
Сол кезде 300 мың теңге түседі сізге. Түседі ол ақша ешқайда кетпейді, но бірақ ананы апгрейд жасату керек болады да ол кезде. Түсіндіңіздер ғой? Жоқ, ол бұл қалып қоймайды. Ол мына адам отыра бермейді коронамен. Астына адам жазады ғой, сонымен теңесіп кете береді. Тағы не дейсіз? Қандай сұрақ дейсіз? 202.400. 202.400 теңге. Рефералка 36 мыңнан 2 адамнан 72 мың теңге түседі. Көрдіңіз ба? Иә. Екі адам, біреу ақ қой 36, мен біреуін айтып тұрмын. Мына бір личниктікі ғой. Сізде 2 личник теңеседі ғой. 72 мың теңге аласыз нарада. Екі жақта корона болса, мына табыс 376 мың кеткен. Жоқ, сол біреу түседі ғой. Қосылады ғой. 3 уровеньнің бонусы қосылады ғой. Міне, сондықтан, яғни өсем деген кісілерге коронаны дұрыс түсіндіре білсеңіздер, түсетін ақшаны, қайтатын ақшаны, статустарды тез жабуға болатынын, шетел саяхатына 5 адаммен жабатынын, менеджерге шығу үшін. Менде осы жерде Айгүл ханым кетіп қалды. Айгүл ханымның астында Гүлбахар ханым бар, Түркістанда. Гүлбахар ханым маған келгенше менеджерда емес тұғын. Айтайын деген мықты қыздар бар, бірақ дұрыс информация алмай, өсе алмай жүретін қыздар болады. 8 ай болыпты Гринлифке келгеніне. Гүлбахардың, бірақ менеджер емес. Қазір соны айтайын да қалай директор болған. Мен мына обучениемнен кейін директор болды. Сонда жүрет Гүлбахар ханымды Түркістанға барғанда көрем, активный, жүрет, сатады, үйтет, жүргізет. Кімнің командасы десем, білмейміз, бір параллельный ветка біреудікі дейді. Екінші рет бардым, тағы да сол қыз жүрет активный. Кімдікі десем, білмеймін, бір параллельный ветка. Адамдар айтады, сол жерде лидерлер айтады. Білмейді кімнің екенін. Өзінен сұрасаң айтады, білмеймін, Оралда деп айтады. Сосын сұрай келсем, Оралдағы менің командам Асылай ханымның командасы болып шығады. Сонда ол менің командам болады. Сосын барып айттым, әй Гүлбахар, сен менің командам екенсің ғой деп ем. Гүлбахар жабысты ғой маған. Ойбай, мен де жабысып қалдым оған. Неге? Мықты қыз жұмыс істейтін, активный. Адамы жоқ түсіндіретін. Білім жоқ. Анаған барса кіргізбейді. Анаған барса сенің адамың анеқа тұр дейді. Ол өзіне білім аламай жүрген адам. Айгүл ханым сияқты ғой. Бар кет анеқа аузыңа суласаң шашын, мені ашпаш дейді ғой. Сөйтіп жүрген. Содан мен оны обучениеге шақырдым да, мынаны бәрін түсіндірдім. Конференцияға шақырдым. Короналардың бәрін басына корона кіргізіп тұрып, сахнада бәріне сыйлық беріп шығардым. Бәрін көрді да, сосын кейін айттым. Гүлбахар, сен менеджер болу үшін мына жерде 160 адам түгелдемей-ақ қой. Ана 188-ге кірген қыздарың бәрін давай отырып есептейік. Сразу апгрейд жасап жеш, сен менеджер болып кетесің дедім. Демде бір 15 күннің ішінде менеджер жапты. Күнде корона кіргізеді маған. Одан кейін тағы бәрін шақырып алдым да, ол менеджер жапқаннан кейін алтын жүзігімді тағып конференция өткіздім ғой, қаншама. Бір айда 22 адам менеджер жапты. Бәріне сыйлық беріп, бәрін оқытып жібердім. 17-ші күні старший менеджер жапты. 2 айда. Тек қана ол не істеді? Ол коронаны түсіндірді да, командасына дұрыс түсіндіре беріп, өңкей короналарды кіргізді ғой. Түсіндіңіз ба? Сонда бәр нәрсе кімде екен? Мида. Сіздер кеше мен мына жерде бір кісілер сабағында ашайын барып тыңдайын десем 50 мыңдық пакетке түсіп кеткен ғой адамдар. 50 мыңменен білмеймін қанша уақытта сіздер менеджер боласыздар. Вообще мидан тек қана жоғары пакетті қойыңыздар да, ол адам кірмейді, 188-ге кіргізе алмаймау деген нәрсе болмау керек. Оның желаниясы оянып кетті да, мидың бәрі болды 15 адамды коронаға кіргізсем, мен қазір старший боламын деп жүгіре берді. Действительно, Алла оған 15-15-тен 30 адам миллионнан бере салды. Дұрыс сұраңыздар Алла тағаламнан. Мидағы блоктарды алып тастаңыздар. Сөйтті да, енді старший жауап алды. Бәрі, ойбай, кешегі менеджер болған Гүлбахар қалай старший болып кетті деді. Одан кейін кеше
Директор жапты. Неге? Командасын бәрін тек коронаға кіргізеді. Көрдіңіздер ма? Корона деген солай өсем десеңіздер, қорықпаңыздар. Коронаны дұрыс түсіндірін. Мына жерде сонша еңбек етіп жатсың да, міне, коронасын. 188-ді алып, 62 мың теңге алған жақсы ма? Жоқ, оған сен нарада 2 адам ассаң 300 мың теңге қайтат корона шақыр десең, ол адам сразу коронаға кіреді ғой. Тем более товар алайын деп тұр ғой қолына. Дұрыс түсіндірсеңіздер, астарыңызға короналар келеді. Сөйтіп, екеуміздің кездескенімізге 3 ай болды, 3 айда директор шығардым ғой. Күшті ма? Ертең мен түсе салысымен мен күтіп отыр ол. Шәуілдірде 300 адамға адам шақырып жатыр. Тоже конференцияға. Түсем, бір күн болам да Шәуілдірге барам. Сондай мына команда құрып, сосын бұл жерде қалай өсесіздер? Мен бұрын айына бір рет өтетін үлкен жаңа конференцияны, қазір партнерларым білет, аптасына қойып қойдым. Апта сайын бір тойхананы аламыз, тамағымен жасаймыз. Себебі адамдарды әшейін шақырсаң келмейді, шай ішейік деп шақырады. Мынау тіркелмеген адамдар. Шай ішеміз, бүгін күшті көңіл күй көтереміз, бір керемет, бір кездесейікші саған деп өздері ақшасын төлеп алып келеді. Мен айтамын, қыздарға айтамын, қыздар шығыс шықпай кіріс кірмейді. Болмайтын ақшаға тырбаңдап қысылмаңдар. Алла тағалам бергенге береді. Бір столда 10 адам отыра ма, 60 мың теңгені қалтаңнан шығар. Алла тағалам, мен 10 адамға шығарып тұрмын. Осылар ертең маған 600 адам әкесінші. Мен сонда ниет қылдым саған деді. Ақшасын бере алмай, қашып жатыр ма, танысыңна ма, өзің билетке 60 мың теңгені салда, дастархан, біз итак дастархан жасалып жатыр ғой жерде. Новый 10 адамды әкеледі. Новый 10 адам тамаққа келеді, концерт болып жатыр. Біз мына жерде продукцияны айтамыз, жетістікті айтамыз, путешествие, бүкіл корпорацияның мүмкіндігімен таныстырамыз ғой. Содан кейін ол 10 адамның бәрі бір күнде кіріп кетеді ғой. Көрдіңіздер ма? Бұл да маркетингте команданы өсірудің бір жолы, қыздар. Мен соны айын өткізетінем, қазір команданы тез көтеріліп жатқаны аптасына бір ретке қойып қойдым. Қыздар қаша ма, қашпай ма, бүгін сен Нұржамал өткізесің, келесі жолы Айгүл, кешегі осыяққа келер кезде Роза ханым өткізді. Ертең барғаннан кейін Гүлбақар ханым, одан кейінгі аптада кім Қарлығаш ханым бар ғой, Түркістандағы Жанар екеуі өткізеді. Өзімнің қасымда жүрген қыздарыма апта сайынға қой. Одан қашпаңыздар, одан тек қана өсесіздер. Тек қана өсесіздер, тез қалай өсіп кеткендеріңізді білмей қаласыздар. Себебі жаңадан келген адамдар информация тыңдап жатыр ғой, сіздің жетістігіңізді көріп жатыр ғой. Бізге не істеу керек? Өзіміздің эко-өнімді тек жарнамалауымыз керек қой. Біздің мақсатымыз сол ғой. Адамдарға жарнамалап, олардың өмірін өзгертеміз. Міне, сонда осындай табысқа жетеді екенсіздер. Сұрақтар бар ма маркетингтен? Осы. Қиын ба маркетинг? Жоқ, тек қиын емес. Сол өздеріңіздің региондарыңызда, ауылдарыңызда көбірек жиын өткізіп, презентацияны көбейту керек. Сол кезде ғана сіздер өсесіздер. Сосын спонсорларыңыз, осындай үлкен спонсорлар келеді екен, презентация болайын деп жатыр деген кезде мүмкіндігінше көп жаңа адам әкелуге тырысыңыздар. Жаңа адам келген сайын сізге жаңа партнерлар қосылып, тез өсесіздер. Күшті ма? Ұнады ма? Апгрейд жасаған ол мынау 188 мың теңге ғой. Мына 1.128 мыңға өту үшін жетпей тұрған 940 мың теңге ғой. Мынадан 188 астан 940 мың теңге ғана саласыз да, 5 кейс алып, коронаға өтіп аласыз, осыны апгрейд дейді. Стакан? Мен кейсте тұр. Дұрыс сұрақ қойдыңыз. Мен мына нәрсеге бір жауап беріп жіберейін. Вообще командаға былай түсіндіріңіздер. Бізде стартовый набор. Тек қана Сиалюкс емес. 188 мың теңгеден тұратын складта старт наборлар. Бірінші, фиолетовый набор бар. Білесіздер? Фиолетовый набор бар. Ол әсіресе для молодой кожи дейді. Бәріне қолдануға болады. Өте керемет набор. Оның қасында да ыдыс жуатын, кір жуатын, ана-мынау бар, 6 саты болады. Екіншісі өзіміздің Сиалюкс. Сиалюкс люкси набор деп аталады. Бұл да сондай, қасында өзінің 6 заты бар. Үшіншісі бізде стакан набор бар.
Бұл не ғой, стакан набор. Стакан дегенде жалғыз стакан емес қой, бұның қасында ыдыс жуатыны бар, дақ кетіретіні бар, влажный салфетка, бұның да бірнеше заты бар. Но мына бірақ стакан жүрек қан тамырлары мен давлениесі бар, қоюланған қандарды реттейді, холестеринді дұрыстайды, ұйқыңыз тынышталады, судың құрамындағы темір, хлорларды жоқ қылып жібереді. Иондалған таза кәдімгі не дейді, ненің суы сияқты, бұлақтың суы сияқты ғой, фильтрлейді. Вот осы набор бар. Төртінші бізде набор здоровья бар. Набор здоровья бар. Ол набор здоровьяның ішінде не бар? 2 масло криля, 1 зубный паста, 1 мыло бар. Міне. Криль ой ғой. 50 мыңдық пакет жоқ. Бұл 250 мыңдық пакет. 50 мыңдықтан 5 алады. 275 пиви жасап партнер кіретін болса. 188 салмайды. 188 мың теңгеге просто мына наборларды алуға болады. Егер партнер сразу 250 мың теңге салса, бұлда 275 пиви, бұлда 275 пиви. Бірақ мынаның алатын заты, мына наборлар, мынау, е? Ал мынаның алатын заты, мынаны енді қараңыздар, екеу болса, 5-ке көбейтсек, 10 штук масло криля, 5 штук зубный паста, 5 штук мыло алып, партнер болып тіркелуге болады. 10 штук береді. Бұл набор здоровья дейді. Короналар 1 миллион 128 мыңға қанша пакет береді? 6 набор береді. Ол апгрейдке 5 береді. 6 набор. Дәл осындай корона статусы 1,5 миллион теңге саласыздар. Мына набор здоровья пакет бар ғой. Содан 30 штук болсанарда 10 болса 60 штук береді. 60 штук масло криля. Одан кейін 15 штук зубный паста. Жоқ, 30 штук зубный паста, 30 штук мыло беріледі. Козье молоко беріледі. Күшті ма? 1,5 миллион. Бірақ бұлда, мұнауда 1650 пиви. Мұнауда 1650 пиви. Мынау енді табарды көп алып сатамыз дейтіндерге жақсы. Но бірақ ақша жағынан мынау тиімді. Балы бір ғой. Үстінде ар жағында почти 400 мың теңге қалтасында қалады. Ал мынада бұл 60 штук, почти 4 коробка зат алады. Бұл енді сатам дегендерге жақсы. Көбісі айтады, мен Гүлбағира ханым 6 набор сиалюкус 6 штук, ыдыс 6 штук не алғанша маған көп зататын сат керек, мен осы 1,5 миллионға крем деп келетіндер болады. Яғни коронаны өзіңіз таңдайсыз. Мен 1,5 миллионға крем, немесе 1 миллионға крем деп алатын затыңызға байланысты болып тұр ғой, көрдіңіз ба? Осылай статус алуға болады. Түсінікті ғой, міне. 50 мыңдық пакет бар. 50 мыңдық пакет, бұл 55 пиви береді. Бұл бірақ бизнес пакет емес қой. Бұларға не беріледі? Жаңа айттым ғой, 2 масло криля, 1 зубный паста и 1 сабын беріледі. Ал 100 мыңдық пакетке осындайдан мынау 4-еу, мынау 2-еу, мынау 2-еу. 150 мыңдық пакетке мынау 3-еу, мынау 3-еу. Жоқ, мынарада уже 110 пиви болады. Мынарада 220 пиви болады. 6 пакет бар. 6-ау. 3-еу қолданушылар пакеті потребительский, 3-еу бизнес пакет. Бірақ енді қазір бізде корпорация бұлай істейін деп жатыр. Мына 150 мыңдық пакетті золоты қылып қойып, үстіне 38 мың теңге салып апгрейд жасайтын қылып, бизнеске өткізетін қылып, бұрын апгрейд жоқтығын. 150 мың, мысалға қараңыздар, мына 3 пакет ше, қазір айтайын. Қараңыздар, мына 50 мыңдық пакет, 100 мыңдық пакет и 150 мыңдық пакет бар ғой. Бұларға көбінесе орын алып қойып кейін апгрейд. Мынаның барлығында апгрейд жоқтығын. Бизнес пакетке өту үшін мынау 188 салат, мынау 188 салат, мынау 188 салат. Қайтадан бизнес пакетке өту үшін. Қазір енді корпорацияға біз сұранып жүріп,
мына 150 мыңдыққа 38 мың теңге салып, мынаған өтетін жолын сұрандық. Осыны қазір қолға алып, осы бизнес пакеттің құрамына не кіретінін қазір Сергей ұйымдастырып жатыр. Мына пакет болады бізде. PBE 220 PBE. 220 PBE. И мынаны не қылады? Кейске со масло крылья менен қасына бір косметикалық бір нәрсе қосады. Осы қалай Сергей шығарады, солай действовать етеді. Болады, осайда. Өтеді. 150-ге кіргендер өте алады. Нет, уже решается, это уже в силу она уже. Кеше мен осы жаққа кетердің алдында лидерский советте Сергей бүйтіп айтты. Вы мне дадите время, чтобы адамдарға алатын пакетін мен өзімнің қазір складымдағы бар товарменен ұйымдастырайын. Потому что мен қазір ойда жоқты қойып, ол товарды күткенше, баяғы 5 ай күткен сияқты бұл набор келмей қалса адамдар шулап кетеді деді. Сондықтан мен өзімнің есебім бар деді. Соны қалай айтады, ертең Сергей қояды бұны. Бұл болады. Осы жақында болады. 38 мыңды қойғанда 270-ке көтерілемін. 38 мыңды ақылы. Сондай ақ істейін деп тұр ғой. Сөйтіп істейміз деп тұр. 188 275 PB береді ғой. 220 ғой. Ар жағына 38 мыңды қосқанда 275 болады. 55 PB қосады. Бұлар потребе. Мына пакеттер бұрыннан бізде бар, бұл корпорацияда бұрыннан бар. Бірақ бұлар бонусқа жете алмайды да, просто мынаған қайтадан өту үшін көбінесе айтпайтынбыз. Сондықтан мына пакеттер бәрібір бұлардан апгрейд жоқ. Мына екі пакетте жоқ. Мына пакетке ғана апгрейд қояйын деп тұр. Бұлар қайтадан 188 салады VIP пакетке өту үшін. Сосын тағы бір нәрсені айтып кетейін. Біреулер бүйтеді. 188 деп тұр. Мынарада өзі 188, мынараға біреу 50 мыңдық пакетке тіркейді. Осы 50 мыңдық пакет не істейді? Малый веткамен береді ғой. Мынарада 188 болғанда 62 мың алатын кісі қанша алады? 9300 теңге алады. Мына кісінің бинарын 50 мыңдық пакет құртады. Сол үшін біз вообще 50 мыңдықты мен айтпаймын. Вообще айтпаймын. Жоқ деп. Но бірақ кейде былай істеуге болады. Қыздар ақша болмай жатады ғой, үш орынды алып қалғым келеді ғой. Болады, адам болғасын бәр нәрсе болады. Мына екеуін 50 мыңға өздеріне алады. Жарайды, бір рет 9 мың түсер, но кейін бұлар айдың соңына дейін 188-ге апгрейд жасап қояды. Бірінші орынды алып қалады да, екі орынды. Өздері үйінде бала шағасын қоюға 50 мыңнан кейде алып қояды. Соған жақсы бұл. Разница намайды, қайтадан 188 салады. Алады. Астында екі қызымды платина қойдым. Енді соны коронаға көтеру үшін платина күйме? Жоқ, күймейді. Платинаға 188 ғой. Сіз 940 мың теңгеге апгрейд деген сөз 940 мың теңгеге мен сіздің мысалға оны жасайтын маған жібересіз қой, сіз платина деп тұрады. Мен кабинетіңізге кіремін да, бізде сервистің центрінен товарларды таңдаймын. Плюс 5 кейсті таңдап, плюс деймін да, 940 мың теңгеге жеткізем товарыңызды. Сөйтіп мына кісінің 188-і сразу 1.128 мыңға көтеріледі. Ол ешқайда кетпейді. Жоқ. Ол балыңызда тұрады, оған қосылады. И статусыңыз коронаға көтеріліп кетеді. Сразу. Мына. Осындай болады. Мен өткенде жасадым ғой промоушн. Жоқ, қазір мен қойып қойғам, мен промоушным бар еді ғой. Ойбай, Сарыағаш путевкасын қойғаным жоқ па? Бірақ енді тағы бір нәрсе айтып кетейінші, құрметті серіктестерім. Мен негізі промоушнды өте көп қоятын лидерлердің бірімін. Сыйлықты да өте көп беретін лидермін. Сол үшін мен сәл көзге түсіп қалдым. Кеше осы жақта мен